Ассалаумағалейкум ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Фируза Мырзаева. Бүгін керемет маска көрсетпекпін. Бұл маска кусини лапкиге, носогубкаға, маңдайдағы терең әжімдерге жақсы көмектеседі. Толық бетке жағуға да болады. Ендеше масканы жасайық. Бізге осындай лава жапырағының тұнбасын жасау керек. Ол үшін бір 10 шақты кептірілген лава жапырағын 100 граммдай қайнаған суға салып тұндырып қоямыз. Немесе 5-6 минуттай баяу отта қайнатсаңыздар болады. Бізге соның су қажет. Және екінші зат бізде жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның біреуін барлығын алмаймыз, жартысын бөліп аламыз. Өйткені бізге жартысының өзі жетіп артылады. Егер бөдене жұмыртқасы болатын болса, бөдене жұмыртқасын қоссаңыздар да болады. Екінші ыдысқа бөліп аламыз. Одан кейін бізге қажет болады миксер. Осы жұмыртқамызды миксерлейміз көпіршік болғанша. Бізге жақсылап көпірту керек болады. Және де үшінші зат қажет болады. Ол май. Алда қандай май қосуға болатынын, мен қандай май қосатынымды айтатын боламыз. Жұмыртқамызды жақсылап көпіртіп алғаннан кейін бөлек бір ыдысқа осы көпіршігімізден 1-2 ас қасығын аламыз. Және де дайын болған лава тұнбамыздың 2 ас қасығын қосатын боламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз, сосын май қосамыз. Мен бұл маскаге ЖЖБ майын қосуды жөн көрдім. Сіздер органа майын, шиповник майын, зәйтүн майын, касторовый масло, витамин Е қоссаңыздар болады. Бірақ бұл маскаға жақсы келетін ЖЖБ майы. Яғни екеуін араластырып алдық, лава жапырағы мен жұмыртқаның көбігін. Сосын ЖЖБ майынан 10 тамшы қостым. Жақсылап араластырамыз. Бізде маска дайын. Қалып қалған жұмыртқаның көпіршігі 3 күнге дейін жарамды. 2 күннен кейін осы масканы қайтып жасасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін дайындаймыз. Бізге бұл масканы қолданардан алдын ватный дискті патчи ретінде қолданып алған дұрыс. Яғни патчи ретінде қайшымен кесіп аламыз. Сосын оны осы маскамызге батырып, біздің қажет бөліктерімізге жабыстырып аламыз. Носогубкаға, кусини лапкаға, маңдайдағы, яғни терең әжімдерге сол дайындаған патчиімізді жабыстырамыз. Ал қалған толық беттің бөлігіне көздің айналасынан басқа маскамызды жағып шығамыз. Масканы қолданардан алдын білесіздер міндетті түрде аллергияға тест жасауды ұмытпау керек. Сіздер жасайсыз деген үміттемін. Мен үнемі әр видеомда айтып отырамын. Осылай жағып болғаннан кейін мүмкіндік болса жатып 15-20 минут күтеміз. Өйткені бұл маска кішкене қатыңқырайды, мимикалық әрекеттер жасамау керек. Расслабленный болып жатқан дұрыс. Одан кейін жылы сумен жуып, артынан өзіңіз ұнататын кремді жағып қою керек. Бұл масканы аптада 1-2 рет қолдануға болады. Моментальный эффект береді. Міндетті түрде қолданып көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де нәтижесімен комментарий бөліміне бөлісіңіздер. Алда көптеген пайдалы маскалар, пайдалы ақпараттар салатын боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.